Бәріңе сәлем, сендермен бірге қазақша код. Алдыңғы сабақта біз мәтінді форматтау тектерімен таныстық. Бұл видеода біз сілтемелер мен батырмаларды талқылаймыз. Бастайық. Сайт беттері арасында және интернетте шарлау үшін сілтемелер қолданылады. А тегі мәтінді суретті немесе кез келген элементті сілтемеге айналдырады. Ол үшін href атрибутында бағытталатын мекенжайды көрсету керек. Сілтеме бізде мысалға осы батырмады бассақ, бізде қазір Google сайтына жіберіп тұр. Якорлық сілтемелер ағымдағы беттің нақты бір бөлігіне жылдам өту үшін қолданылады. Мәні решеткамен басталады, мысалы href контакт. Бұл үшін нысаналы элементті сәйкес ID болуы шарт. Біз міне оны дайындап қойдық. Көп текстің арасында міне ID контакт деп оған ID қойдық атрибутын. Және біз мына сілтемені басқан кезде бізді ең соңына жіберіп тұр. Міне. Бұл якорлық сілтеме деп аталады. Файлды жүктеу үшін hrefте файл жолын көрсетіп download атрибутын қоямыз. Міне мен дайындап қойдым. Download атрибутын қоямыз. Және осы сілтемені басқан кезде бізде уже загрузка болады. Электрондық пошта mail to. Пошта клиент алу үшін href mail to example.com дейміз. Және осы сілтемені басқан кезде бізді уже поштаға қарай жібереді. Телефон нөмірі құрылғы бірден қоңырау шалуды ұсынуы үшін href tel және номерді жазамыз. Пробелсіз жазу маңызды. Міне мен өтірік номер жаздым және сілтемені бассам, мені жіберіп тұр осы. Бұл көбінесе телефондарда жұмыс істейді. Жаңа терезеде ашу. Сілтеме жаңа вкладкада ашылуы үшін target атрибутын қолданып, оған blank деген мәнді береміз. Сол кезде біз сілтемені басқан кезде ол жаңа терезеде ашылады. Баттон. Әдеттегі батырма. Бұны біз бүкіл заттарға қолдансақ болады әдепкі бойынша. Бұл кәдімгі батырма. Submit тайпы, баттон тегінің submit тайпы, ол бізде форманы жіберуге арналған. Регистрация және тағы да басқаларында именно осы submit тегін мәнін қолданасыңдар. Форманы тазарту немесе reset. Reset формадағы мәліметтері бастап қалпына келтіру үшін қолданылады. Оны бастақ бізде формада толтырған заттардың бәрі жойылып кетеді. Маңызды кеңес. Егер батырмаға type button деп жазбасаңыз, браузер оны автомат түрде submit деп қабылдап, батырма басылғанда бетті қайта жүктеп жіберуі мүмкін. Сондықтан формат жібермейтін батырмаларға әрқашан type button деп көрсетіңіз. Сілтемеме әлде батырма, оны қайдан білеміз? Егер элемент басқа бетке немесе бөлімге ауыстырса, бұл сілтеме А тегі. Егер элемент ағымдағы бетте бір әрекет орындаса, өзіміздің сайтымыздағы, онда ол баттон болып саналады. Қорытынды. Бүгін біз сілтемелер мен батырмалардың айырмашылығын түсіндік. Келесі видеода суреттер мен және жолдарды қарастырамыз. Арнаға жазылыңыз, рахмет.